Сәлеметсіздер ме? Достар, біздің каналымызға ұмытпай тіркеліп кетейікші. Тіркелу үшін подписаться деген астындағы батырманы басамыз. Тіркеліп қолдау білдірушілерге алғысымызды айтамыз. Біздің арнамызға тіркеліп кеткендерге рахмет. 9 бет 11 тапсырма. Жауабы 1. Мәтін: тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы екі әкеңнің сөзі рас, балам. Оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой, бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ деп, кемеңгер қария аталы сөздің шешуін айтыпты. 3. Аталы сөздің шешуі. 10 бет 12 тапсырма. Жауабы: сөзден асқан байлық жоқ, тілден асқан жүйрік жоқ. 10 бет 13 тапсырма. Жауабы: бұл мәтін монолог. Себебі тыңдаушыға бір адам сөйлеп тұр. 11 бет 14 тапсырма. Мен тәуелсіз елдің ұланымын. Мен тәуелсіз елдің ұланымын. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сы ел тарихында ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған ата-баба арманына жетті. Тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Біз тәуелсіз мемлекет атанып әлемге танылдық. Мен бақытты балалық шағымды Қазақстанда өткізіп жатқаныма қуанамын. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналымызға тіркеліп лайк басып ұмытпай жазылып кетіңіздер. Егер ұмытпай тіркелген болсаңыздар үлкен рахмет. Сау болыңыздар.